Ал бүгүнкү сабакта кез келген жіңішке лентаны, бауды болсын, оң бетіне аударудың оңай тәсілін көрсөтөтүн боламын. Осындай кішкене жібімізді баудың оң бетіне салып, былай бастапқы жағын кішкене шығарып отырып, бекітіп тігіп аламыз. Одан кейін бауымыздың жанынан кәдімгідей оң бетіне аударатындай қылып, жанын тігіп алатын боламыз. Соңына дейін тігіс түсіріп тігіп аламыз. Бұны жеңіл киімдерде, көйлектерге, спортивкаларға бау тігетіңізде осылай тігіп алсаңыздар, оңай тез аударатын боласыздар. Осылай соңына дейін тігіп алып, закрепкалар аяқтап аламыз. Содан кейін осыны оң бетіне аударатын боламыз. Шығып тұрған жібімізден ұстап тұрамыз да, ары қарай төмен қарай жылжыта беретін боламыз. Жайлап матамызды жылжытып аламыз. Менікі қалың болғасын, жай қимылдап тұр. Жұқа мата, орташа қалыңдықтағы мата болса, әдемі және тез аударылатын болады. Осы жерден басымызда бекітіп тігілген жіпке қарай шетінен ары қарай жылжытып отырамыз, төменге қарай жылжытамыз. Жайлап жылжытып аламыз. Енді бастапқы жиырған жерімізді ары қарай тағы да жылжытып алатын боламыз. Қолымыздың көмегімен сырғытып, төмен қарай жүргізіп, теріс бетінен аударатын боламыз. Мінекей біздің оң жақ бетіміз шықты. Осылай ары қарай теріс бетін жылжытып отырып, оң бетіне аударып алатын боламыз. Осындай әдіспен оңай аударып алсаңыздар болады. Одан кейін аударуға көмектескен жібімізді басынан кішкене қиып алып тастайтын боламыз. Бұрыштарын әдемілеп шығарып аламыз. Бауымыз дайын. Маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып кетіңіз.